қазақ тарихының жалынды жыршысы, поэтикалық қуаты мен жыр жауһарларының өміршеңдігімен дара тұрған Мұрат Мөңке ұлы жырлары ұлтымыздың әр ұрпағының кеудесіне рух, жанына қуат, жүрегіне жалын отын құяды. 1843 жылы Қызылқоға ауданындағы Қарабау ауылында дүниеге келіп, әке-шешеден жастай жетім қалған қой соңындағы баланың таңдайына өлеңнің бал қаймағы ерте алағанды Есет Қараұлы, Мәтжан сынды айтулы сүлейлердің алтын көріп, замана лебіндегі тарихи кезең оқиғаларын жырға қосып, Үшқиян, Сарыарқа, Шалгез, Қазтуған, Қарасай қазы, Орақ Мамай жырлары кейінгі ұрпаққа сыйға қалдырған сөнбес мұралары. Халық ортаға алған соң, жұрт жүйрігі болған соң, сөзді неге таппалық, сұрағаның сөз болса, әрі бері сөйлейін, таудан шыққан бұлақтай ылдиға қиған ақтарып деп, екпіндете жырлаған жырнан, жайық толқындары қозғалған берен ақын, қазақ әдебиетінің тарихына қайталанбас жыр дауылын қондырған дауылпаз еді. Мұрат Мөңкеұлының негізі ақындығы қандай болса, ол кісінің тарихшылығы одан әсте кем емес. Оның кезінде аса көрнекті ғалым біздің жерлесіміз Қалел Досмұхамедов атап көрсеткен еді. Ол 1924 жылы өзінің еліне келіп, жаңа Қарабау дейтін жерге келіп, сол жерде жаңағы 3 айдай болып, өзінің айналасына ақын жырауларды жинап, олардың ішінде жаңағы көптеген Қуан дейтін кісі болған жаңағы ақын, сосын Ығылман Шөреков, мына осылардың аузынан ерінбей жалықпай Мұрат шығармаларын жинап, жазып алып, Ташкентке барып, Мұрат ақынның сөздері дейтін жинақ бастырып шығарды. Бұл енді Мұрат тану ғылымына қосылған ең алғашқы осы үлкен үлес болды. Міне осы еңбегінде Қалел Досмұхамедов былай дейді: кімде-кім қазақ тарихын зерттейтін болса, ол Мұрат сынды ақындарды айналып өте алмайды дейді. Яғни бұл бір ғана сөйлемнің өзі үлкен мән бар бұнда. Яғни Мұрат шығармаларында қазақ тарихының 5 ғасырлық тарихы жатыр. Ол мысалы айталық жаңағы қазақ хандығы туралы мәселелер, жаңағы 7 жұрт дейтін ұғым бар онда. 7 жұрт. Бұл жерден 7 жұрт келіп 7 кетті. Әуелі 6 еді, содан кейін 7 болды дейді. Жаңа тіркестер бар. Яғни бұл 15 ғасырдың Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі қазақ хандығы, Әбілқайыр хандығы, Ақ Орда, Ноғай хандығы, Өзбек хандығы деген хандықтарды бұл кісі жұртқа теңейді жаңағы. Бұл жұрт болғанда қазақтың әлгі көшкен жұрт емес. Бұл өте одан жаңағы халыққа байланысты айтылған кең ұғым бұл жерде. 7 жұрт мәселесі. Міне осыны жаңағы қандай хандықтардың болғанына дейін айтады бұл кісі. Осы 7 жұртқа байланысты айтылғанда. Бұл бір мәселе. Бұны кәдімгі тереңірек зерттеп, олар жаңа қай кезеңде өмір сүрді, олардың хандары кімдер болды, қоғамдық құрылық қандай болды, ол хандықтарда кімдер болды деген мәселелерді ол зерттеу болашақтың ісі. Мұраттың атақты жаңағы Үшқиян, Сарыарқа, Жалған Шифани жалғанды сияқты жырларында көптеген азаматтар кездеседі, тұлғалар. Бұлардың саны 300-ден асып жығылады. 300-ден. Бұл жаңа 14 ғасырдағы Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған, сосын жаңа Ноғайлының батырлары, Шора Нәрікұлы, Телағыс батыр сияқты батырлар жалғасып кете береді. Тұтас бір батырларды галереясы жасаған бұл кісі. Енді бұл жерде менің баса назар аударып айтқым келетін нәрсе, бұл кісінің жаңағы жырларындағы қазақ халқының тұрмысы, салт дәстүрлері, киімдері, ағайындардың бір-бірімен қарым-қатынасы, қазақ қоғамының құрылымы, кімдер болды? Бұдан 100 жыл бұрын, 150 жыл бұрын, енді ол кісі 175 жыл бұрын тұрған деп отырсақ, енді 150 жыл бұрын осы жерде солардың киген киімдері, тұрған тұрмыс санамалары жөнінде біз мәліметтерді ешқайдан таба алмаймыз. Ол мәліметтерді мына Мұраттың осы жырларынан көреміз.
Мен бәйгелі жүйрігің, айтсам сөзді ғасырған, байұлы басын қосқанда атағым жұртқа шашылған деп толғаған. Мұрат аяғы жеткен жердегі айтыскер қарсыластарының бәрін бет қаратпай жеңген. Сол айтыстарда елдің арын аралап, жоғын жоқтап, мұңын айтып толғаулармен төкпелеткен нағыз жүйріктің шын қас шебердің өзі. Жылқышымен, бала оразбен, жан толымен, тыныштықпен, жас кереңмен, ізім шайырмен айтыстары да тапқырлықтың тамаша үлгілері. Мұраттың сөз таластырған бәленей, қалнияз, шолпандар мен арадағы айтыстары бізге жетпей жоғалғаны белгілі. Қазақтың ұлттық салтын, шешендік өнерін дамытып, биікке көтерген Мұрат Мөңкеұлы ақын творчествосы үнемі зерттелу үстінде. 1942 жылы Сәбит Мұхановтың қазақтың 18-19 ғасырлардағы әдебиетінің тарихының очерктері кітабында Мұраттың ақындығына баға берілсе, осы ұлы жазушыдан кейін Мұхтар Әуезов, Қалел Досмұхамбетов, Асқар Тоқпағамбетов, Молдағали Жолдыбаев, Қажым Жұмалиев, Мұхтар Мағауин, Зейнолла Хабдолов, Қабиболла Сыдықов және басқалай жазушылар жыр жүйрігінің мұрағаттар мен халық аузындағы жоғын түгендеп, барын жария қылды. Әйгілі батыр, ғибратты ғалым Мәлік Ғабдуллиннің жеке мұрағаттарында аспирантураға түскен жылым 1938 жыл, аяқтайтын мерзімі 1942 жыл, ғылыми жетекшім Сәбит Мұханов ғылыми тақырыбын Мұрат шығармашылығы деп көрсетіпті. 1990 жылдардан бастап филология ғылымының докторы профессор Бауыржан Омарұлы бастаған жергілікті ғалымдар Сабыр Қазыбаев, Берік Қорқытов, Қадыр Жүсіп, Аманқос Қаржаубаев, Шахман Нағымов, Сайфулла Сапанов және басқалай тарихшы зерттеуші ғалымдар ақын қазынасын зерделей зерттеп, әр жырын асқақтатып келеді. Қазақ қазіргі тарихын, біздің өткен кеткенімізді зерттеу барысында көптеген бұрын ататалмаған би жырау батырларымыз, ақын жырау батырларымыздың аттары қазір қайта жаңғырып, қайтадан өзінің екінші өмірін дейміз бе, екінші жаңғыруын бастап жатыр. Осы ондай тұлғалардың ішінде біз әрине Атырау өңірі, Атырау тарихшылары, Атырау өлкетанушыларының ауызға тиек етері бұл зар заман ақындарының ішінде әсіресе Мұрат Мөңкеұлына ерекше көңіл бөлу керек. Мұрат Мөңкеұлы туралы осы жақында ғана Атырау мемлекеттік, Қалел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде үлкен ғылыми халықаралық конференция болды. Оған осы Қазақстандағы белгілі мұраттанушылар келді, Бауыржан Омаров сияқты, Қасқабасов сияқты үлкен ғалымдар келді. Сонымен бірге осы өзінің өлкелік зерттеушілер де өзінің үлестерін қосты. Жалпы Мұрат Мөңкеұлы туралы айтатын болсақ, қысқаша Мұрат Мөңкеұлы бана айтқандай зарзаман дәуірінің ақыны, өте оның еңбектері қазір үлкен кең көлемде насихатталуда. Сонымен бірге Мұрат Мөңкеұлының еңбектеріндегі бірнеше біз шығармашылығындағы кезеңдерін дейміз бе, оның идеясын дейміз бе, әрине ең бірінші бұл әрине ол Мұраттың мемлекетшілдігі және халықшылдығын атап өтуіміз керек. Мұрат өзінің өлеңдерінде осы мемлекетшілдік, халықшылдықты, ел қамын ойлау мәселелерін өте көп көтерген өз еңбегінде. Ол біріншіден. Екіншіден, Мұрат Мөңкеұлы өзінің шығармасында, сонымен бірге Мұраттың шығармаларын оқи отырып, біз осы өлкетанушыларға қазіргі кездегі және соларға үлкен бір методологиялық құрал болып есептеледі. Өйткені Мұраттың өлеңдерінде ескі жер атаулары өте көп кездеседі. Оларды бөлек зерттеу керек. Оларды бөлек категорияға шығарып зерттеу керек. Өйткені көптеген қазір ескі жер атаулары қазір өзгеріп жатыр. Оның түбінде біздің қазақ тарихы екендігін білуіміз керек. Яғни екінші Мұрат зерттеудегі үлкен бағыт бұл Мұраттың геосаяси, география тұрғысынан, атаулар тұрғысынан, өлкетану тұрғысынан зерттеу өте маңызды. Үшінші, мен айтар едім, Мұрат творчествосында үшінші үлкен ерекшелік, оның әрине патриотизмі. Оның патриотизмі және Мұраттың шығармаларындағы жердің қамын ойлау, елдің болашағын ойлау мәселесі өте күшті көтеріледі. Әсіресе сонымен бірге Мұрат Мөңкеұлының шығармасындағы отаршылдыққа қарсы күрес, оның айқайы, оның жан айқайы естіледі Мұраттың шығармаларында.
мынау содан біз білеміз Мұраттың жаңағы жер үшін, осы қазағым үшін деген жар жырлап осының несін насихаттаған бірден бір өте күшті кезіндегі тұлға, ақын екендігін біз насихаттаймыз, және оны тек қана Атырау өңірінде емес, Мұратты бүкіл Қазақстан жұртшылығы, тіпті оның басқа да бүкіл түркі халқына деген насихаттауға жетпей жатыр. Өйткені мысалға Мұратты тек қана сол Халил Досмұхамедовтен кейін зерттеушілер де болды. Мысалға Әуезов жазды, мысалы Мұрат Мөңкеұлы туралы. Сол Сәкен Сейфуллин жазды Мұратты шығармасына ден қою керек екен, оны зерттеу қажет екен. Әрине, белгілі объективті себептермен мынау Кеңес одағы кезінде Мұраттың творчествосы толыққанды зерттелмеді. Оның тіпті ұрпақтары да қалмаған сияқты қазір. Дегенмен де қазіргі кезде біздің тәуелсіздіктен кейінгі біздің үлкен бір болашақ ұрпақ алдындағы бір міндетіміз дейміз бе, ол осы ұмыт қалған, әсіресе Атырау өңіріндегі ұмыт қалған ақын жырауларды, билерді, батырларды насихаттап, солардың еңбегін жұртшылыққа таныстыру болып табылады. Үш портрет, үш Мұрат. Мұрат ақын портретін алғаш жасаған белгілі қылқалам иесі жерлесіміз Мұхит Қалимов. Оның бейнесінде шығармашылық мінез бен күрескерлік рух бар екендігін айқын суреттеді. Бұл үрдісті одан әрі жалғаған танымал суретші Әділхайыр Жантасов оюлы тақия, әшекейлі шапан жамылған жырауды текті бек қалпындағы тұлғаға айналдырса, үшінші портрет иесі сол топырақтың түлегі Темірбек Мұхтаровтың образында кәдуілгі Атырау қазақтарының арасынан шыққан қарапайым Мұраты түнектен жарыққа зер салған жаны нәзік ұяңдау шайырдың кейпінде көрсетілген. Тау бейнелі ақын творчествосының 1908 жылы Қазан қаласында Мұрат ақынның Құмар Қазығұлына айтқаны, 1924 жылы Ташкент қаласынан Мұрат ақынның сөздері, 1940 жылы Мәскеуде Песни Стефей, 1978 жылы Санкт-Петербургта Фоети Казахстана, 1958 жылы Америка құрама штаттарында Ресейлік орталық Азия қазақтарының ауызекі шығармашылығы мен әдебиет атты кітаптарында жарық көрсе, оның айтыстарын нұсқалары 5 ғасыр жырлайды, 3 ғасыр жырлайды, ал қаласы әлеумет, зар заман тағы басқа көптеген кітаптарына енді. Инделенді киелі жер, киелі топырақ. Бұл жерде соны Махамбет бабамыздан бастап бер жағында Мұрат Мөңкеұлы, соны 15-ші ғасырларда Асан Қайғы осы индердің топырағынан жүріп өткен, тас кешу салған. Соның барлығы біздердің бала кезімізден білеміз. Жаңағы музейге барғанда басқа да мына үлкен кісілерден тарихтан білеміз, осындай өлкеде үлкен дарынды тұлғалардың өткендігін. Сонау бір өзім бейнелеу өнеріне құштар болып, сол бейнелеу өнерінің оқуын оқып, 91-ші жылдары бір ауылға каникулға келгенімде, осы Мұрат Мөңкеұлының бір 150 жылдығы өтіп, соған үлкен бір конкурс ұйымдасып жатыр екен бейнесіне. Енді ол кезде халық ауыз әдебиеті кезінде біздерде тұлғалардың суреттері жоқ, оны суретшілер бейнелеп, бәрін қайта жаңғырып жатқан кезде еді. Сол кезде ауылға келгенде маған әкем осындай бір конкурс ұйымдастырылып жатыр. Мен саған сұлбасын айтайын, осының шамасын, тарихи жаңағы өзінің суреттеуінен. Соған қарап бір суретін салмайсың ба деген маған бір ұсыныс айтты. Енді ол кезде біздер балаңдау кезіміз ғой, біз студент кезбіз. Мен жақсы деп, графикалық тұрғыда бір Мұрат Мөңкеұлының суретін салғанмын. Енді жаңағыдай ол кісінің айту бойынша, енді әкемнің айту бойынша суреттеп салдым ғой. Сол кезде енді ол кісі Мұрат Мөңкеұлы ол өте бір қарапайым, жаңағыдай бай болып, немесе жаңағыдай әшекейлі, үлкен бағалы, сондай жаға киім кимеген, қарапайым ғана ел арасында жүрген ақын жырау екендігін, және оның жаңағыдай өзінің жұқалтан келгендігін, бет әлпетінің жаңа суреттеу бойынша деген жаңағыдай суреттеулерменен мен өзім қағазға жаңа графикалық тұрғыда суретін салдым.
Енді кейін конкурс шығып қатысқан адамдардың ішінен сол Алматыда енді профессор Мұхит Қалиев ағамыз бірінші орын алып, сол кісінің суреті жер-жерге жаңағы открыткілеріне, шақыру билеттеріне шықты, бәріміз көрдік оны. Ол кісінің суреттеуінде де енді ол үлкен жаңағыдай батыр тұлғалы етіп көрсетілген, сондай жақсы шыққан сурет болды. Шынымен де бір өзінің бірінші орнын алуға тұрарлықтай бір сурет болып шыққан екен. Содан кейін екінші орын алған, ол мынау біздің өзіміздің жерлесіміз Жантасов Әділқайыр ағамыз. Ол кісі жаңағы оны өзінің көруінше, өзінің пайымдауынша суреттеген. Ол да жаман емес шыққан. Ол кісінің жұмысы, мен білсем, Парижде сатып алып кетті осы Мұрат Мөңкенің жұмысын. Сонан кейінгі үшінші сурет, ол менің графикалық жұмысым, жаңағы әкемнің айту бойынша суреттеген. Мұрат Мөңкенің негізі менің ойымша ол бір ғана конкурстың аясында ол кісінің бейнесін салу, енді шығарып алу, ол енді біз сияқты жас сол кездегі жас суретшілерге енді үлкен бір қарағанда үлкен өзіміздің бір сын сияқты болды біздерге. Бір сыннан өткен сияқты, бір сынақтан өткен сияқты болдық. Үлкен осындай сайысқа, додаға қатысқаныма өзімді мақтан тұтам. Сол кезде студент болсам да, осындай үлкен ағаларымызбен бірге додаға түсіп, өзімді осындай қолтаңбамды қалдырғаныма, осы өзіміздің жерден шыққан, өзіміздің осы халық деп, өзінің бүкіл бітім болмысымен, өзінің өлеңдерін арнаған осындай үлкен тұлғаға, өзіміздің кішкентай болса да қолтаңбамызды қалдырғанымызға біз өзімізді мақтан тұтамыз. Төкпе жырау, шайыр ақын Мұрат Мөңкілі пайғамбар жасына келгенде дүние есігін жауып, өмірден ерте аттануы оның ұлт әдебиет үшін әлі де берер мол қазынасын ортайтып кетті. Айналасында жүрген әріптестері, шәкірттері, тұнба таланттың көкейінен төгілген, күміске баланған сүлей сөздерді жазып үлгере алмай өкініште қалды. Біз енді осы тарихшылар осы мәселеге көп әлі ене алмай жүрміз, өкінішке орай. Енді Қалилдің жаңағы айтқанына 90 жылдың үсті уақыт өтсе де, бірақ енді былайша айтқанда мұз қозғалды, біздер қазір айналысып жатырмыз. Менің өзім жаңағы басшылығыммен екі бірдей студент дипломдық жұмыс қорғады. Ол балалар осы биыл біреу қорғады. Мысалы, бұдан бір 5 жыл бұрын менің шәкіртім Амангелді Жұмабаев дейтін талантты жас ғалым, қазір магистр, осы Мұрат шығармаларындағы тарихи деректерді атты диплом жұмыс қорғаған еді. Есімі бұл күнде ұлтымыздың ұлылары сапынан орын алған ақынның басына кесене салынуы артта ұрпақтарының басты жетістігі десек, республикамыздың барлық қалаларында ақын атындағы көшелер жарқырай көрінсе, облыста белгілі жырау атындағы орта мектеп шәкірттерге есігін айқара ашты. Ақынның қанатты өлең жырлары топтамалары мектеп оқулықтарына енгізілген. 2018 жылы Атырауда Мұрат Мөңкілінің туғанына 175 жыл толуына орай халықаралық ғылыми конференциялардың өтуі ақын мұрасына деген зор құрметтің бастауы деп ұғынамыз. Осылайша артына өлмес мұралары мен өрнекті із қалдырған Мұрат Мөңкіұлы есімі ұлт тарихында өз орнын мәңгі жоғалтпайтыны хақ.